Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді қуырылған тұшпараның рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Сүтімізді құямыз. Тұзымызды саламыз. Және жұмыртқамызды қосамыз. Сосын бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды қосамыз. Қолымызбен осылай езіп араластырамыз. Бір келгі араластырып болды. Енді қамыр қосытқышымызды қосамыз. Бір келгі жайылу үшін тағы да араластырып жібереміз. Сосын ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп алдық. Қамырымыз осындай жұмсақ болады. Енді бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін алдын ала піскен картошкамызды ыдысымызға саламыз. Үстіне тұзымызды қосамыз. Сүтімізді қосамыз. Және жұмсақ сары майымызды қосамыз. Осындай арнайы картоп езетін құралды пайдаланамыз. Немесе блендермен езсеңіздер болады. Осылай езіп алдық. Енді дәміне қарай қара бұршымызды қосамыз. Бір келкі араластырамыз. Осымен салмамыз дайын. Демалған қамырымызды 4 бөлікке бөліп, осылай дөңгелектеп аламыз. Сосын бетін жауып, 10-20 минутқа тағы да демалуға қойып қоямыз. Таңған қамырымыздың біреуін алып, оқтаумен дөңгелек жұқа етіп жаямыз. Қалған қамырлардың бетін жауып қоямыз. Қамырымызды жайғанда міндетті түрде үстелдің үстіне және қамырымызға ұн сеуіп отырып жаямыз. Қамырымызды осылай жұқа етіп жайып алдық. Енді оқтауымызға орап, видеодағыдай кесеміз.
Кескен кезде төрт бұрышымыз мантыға кескен қамырдан кішкене кішірек болуы тиіс. Қамырымыздың барлығын осылай қойып шықтық. Енді ортасына салмасын саламыз. Салмасының барлығын салып болдым. Енді тұшпара түйгенде, видеода көрсетілгендей түйіп шығамыз. Тұшпарамызды түйіп бастаған кезде отымызға ыдысымызды қойып, ішіне майымызды құйып, қыздыруға қойып қоямыз. Қызып тұрған майымызға тұшпараларымызды салып, осылай біркелкі араластырып отырып, пісіріп аламыз. Осылай қоңыр қызыл түс болған кезде пісті деген сөз. Енді табағымызға ақырындап аламыз. Осымен өте дәмді және дәмі ерекше қуырылған тұшпараларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел, келесі видеода кездескенше.